Арнайылап мінекей Chevrolet автосалонына келіп тұрмыз. Ішінде барлық көліктермен таныстырамыз. Бірге көріңіздер, бірге болайық. Ковальт бар, Оникс бар, бәрімен де танысып көрейік. Жап жаңа су жаңа көліктер. Біз қазір біздің қарайын деп тұрғанымыз, танысайын деп тұрғанымыз Chevrolet Captiva көлігі биік кроссоверге жатады екен. Бізге нақтырақ осы салонның менеджері Сұлтанбек бауырымыз таныстырып, түсіндіріп өтсін. Ал Сұлтанбек, ол Captiva жөнінде өзіңіз айтып кетсеңіз. Chevrolet Captiva уже бұрыннан шығып жатқан модель, қазір рестайлинговый модель бізге келді, обновленный, 1.5 турбо вариатормен жүреді, водительский плавающий сиденье, круиз, мультируль, 360 камера, ортасында тачскрин экран үлкен тұр, сол жақта управление, мультимедиан, климат контрольный управлениясы бар, 7 орындық отбасылы автокөлік, панорама, люкпен жүреді. Панорама. Так, сосын Өте объемный багажник. Ага, багажник көп зат түседі дейсіз ғой. Мына жерде 2 адам отырады. Иә. Багаж, аха. Оларды жатқызуға болады, запаска нижний жақта тұрады. 18-ші колесный база, дисковый тормозной системамен. Бұл Captiva өзі қалай десек болады? Бұл Chevroletтердің ішіндегі кроссовер. Кроссовер түрі ғой. 7 орындық кроссовер, ең қолжетімді баға Қазақстан бойынша. 7 орындық автокөліктерде сборка, Сарыарка автопарк, Қазақстан. Ал бағасына келетін болсақ, 12 миллион 490 бағасы. Аха. 12 миллион 490 дегенде бұны қалай алуға болады? Тиімді Тиімді 10% первоначалканы қойып, оны банктен расчет алуға болады. Бізде банк 7 банктан қарастырады, брокер деген системамен бір заявканы 7 банк қарастырады. 10% первоначалка 7 жылға дейін бөліп тастайды кредит несиеге, автокредитке. Негізі мынау ең тиімді көліктердің бірі, негізінде мынау не ғой, Дамас ғой, иә? Дамас, иә. Дамас әлі шыға ма қазір осы? Иә, қазір шығып жатыр. Осы последний партиясы бізге алып келген 5 миллион 490 мың теңге. Цена металлический. Бұл неме? Карбюратор ғой, иә бұл? Карбюратор, иә, 0.8 механика карбюратор жүреді. Карбюратор болғандықтан қыста жүрісі қалай болады екен? Қызуы деген сияқты. Жоқ, ең надежный автокөлік уже бұрыннан шығып жатыр. Көбісі бизнес, үйге стройкаға алып жатыр. Ең простой салон. Бұл енді ақшалып келетін көлік қой негізінде. Иә, көбісі. Бұл механика жатады ғой. Механика, карбюратор. Механика, карбюратор. Сосын бұларда кондер дегендер заттар бола ма? Жоқ. Мындай колонка тұр екен. Майтфон қондырылған болсында. Колонканы айтам. Қараңыз, сол негізінде заводской колонка емес, комплектацияда жатпайды. Біз өзіміз соны жасадық, адамдарға көрсету үшін, то, что солай біз жасаламыз, доп оборудование деп аталады, оны төлеп, по желанию салуға болады. Еще мына жақта антикоррозийный покрытиясы жасағамыз, көбісі... Қай жерде ол? Днище бар ғой, көруге болады мына жақта, шертпейді. Осы автокөлікке керек зат. Енді бағасын айтайық. 5 миллион 490 мың теңге. 3 цилиндрлі дейді. Объемы қалай бұны? 796 дейді. 0.8-ге жатады ғой. 5 ступенькада. Таможенный система бәрін айттық. Бұл негізі Дамас дейтін, бұл ақша алып келетін көліктердің қатарына жатады. Расымен. Иә, шынымен де танымал десе танымал, осы стрейкерді көп мақтайды. Біз бұрында да бір салонға барған кезімізде осы стрейкерді көбірек айтқан. Жақсы өтеді деп, және ыңғайлы көліктер деп та. Бұл да кроссоверге жатады ма? Кроссоверге жатады. Captiva-мен бірге ұзақ уақыт уже Қазақстан жолына жүріп жатыр, шығып жатыр. 1.2 турбо, 3 цилиндрік двигатель, экологический таза, 6 ступенчатый автомат жүреді. Полная комплектацияда бізде в круг партроник, полуавтоматический парковка, полный зимний опционал бар, то есть передний, артында подогрев. 7 дюймық тачскрин экран, круиз контроль. Бұлар комплектация бөліне ме?
иә, екі комплектацияға бөлінеді. Средний полный комплектацияға бөлінеді. 1.6 и премьер деген полный комплектациясы жүреді. Бағасы 10 миллион 240 средний, то есть бір LT деген комплектация, 10 миллион 740 ол премьер деген комплектация. мына жоғары комплектация жатады Иә. осында. Дұрыс, түсінікті. Бұл да енді қазіргі уақытта хит болған Chevrolet'тердің ішінде хиті. Onix деген көлік. Негізі көліктің бәрі де жаңа болса, әрине бәрі де жақсы ғой. Мынаны дискісін не істеп қойғансыздар? Осы дисктер рано емес, доп оборудование ретінде біз 17-ші дисктерін низкопрофильный резинамен салғанбыз. Адамдарға көрсету үшін, то что ол өз автокөлікті солай более спортивный, современный вид жасалды. Солай жасап қойып, мына несінде салып қойғансыздар да? Витровик, тонировка салғанбыз, значокты ауыстырғанбыз. Қай значок? Қарыз. Chevrolet Мына жер сары болып тұрады, қараға ауыстырдыңыздар. И былай витринаға қойып, өте әдемі вид жасады. Бәсе бір басқа Onix-тер дейміз, әдемі болып көрініп тұр да бұл. Көрейік ішін ендеше. Осындай тонировкамен жүруге бола ма негізі? Болмайды, біз витринаға жасадық. Бәсе? Мүлік қойып, мынаны не істейсіздер, алып тастайсыздар ма? Иә, әрине алып тастаймыз, осы вариантты алатын болса. Бұның айырмашылықтары не ал? Қалай өзі? Жүріске деген сияқты. Трекердің базасымен негізінде 1.2 турбо, 3 цилиндр тура сондай двигатель, автомат 6 ступка, тура трекердің автоматы. Мына жақта круиз контроль, мультируль, тоже зимний опционал, алдында артында подогрев. Последний переходта версияда подогрев руля қосылған. Енді қараңыз, бағасы 7 миллион 890 полный комплектациясы. Бұлар бар ма мыналарда? Қазір наличиеде жоқ, ол механика. Мына механиканың бағасы. Иә. Мынау неде автомат. Бізде екі комплектация, средний LTZ деген и премьер бір. Мынаны алғысы келсе де келетін болар заказбен да? Ақпарат жоқ сол жайлы. Мыналар қазір наличиеде бар. Қазір бар, осы екеуі 7 миллион 490 и 7 миллион 890 мың теңге. Енді қараңызшы, бізде көп айтатын да, мына Onix-те мынау моторда ремень дейді. Негізі көбінде цеп болады ғой. Иә. Соны түсіндіріп, соны бір нақтылап, бір көрсетіп, айтып түсіндіріп жіберсеңіз, әлде бізде түсінбестік бар ма? Қараңыз, мына жақта General Motors'ның разработкасы, то есть Chevrolet компанияның өзі разработкасы, осы автокөлікке шыққан двигатель JM деген отметкасы мына жерде бар. Мына жақта 1.2 турбо 3 цилиндр ГРМ ішінде турбина деген Garrett тұр. Сразу айта салайын, көбісі айтады ГРМ ішінде неге деп. Мына жақта негізінде осы система автоспорттан келген, Формула 1 деген білесіз ба? Сол жақтан келген. Не үшін? Потому что ГРМ мына жақта обычный резина емес, ол кевлар. Кевлар ол материалы ма? Материалы? Парашют жасалады кевлардан. Сол үшін өте шыдамды. Сервисный книжканың бойынша мына жақта бірінші заменасы мынаның ішінде ма? Иә, мынаның ішінде жүреді. 240 мың бірінші заменасы, немесе 15 жыл сервисный книжканың бойынша. Сол ременнің диагностикасы каждый 3 жыл немесе 100 мың пробег. 100 мың пробегтен кейін тексеріп тұру керек па? Үзілмейді, үзіледі деген сөз емес, тексеріліп тұру. Тексеру, иә, тексеру. Үзілу мүмкіндігі 240 мың километр. Иә, мына жақта 240 мың бірінші заменасы жазылып тұр сервисный книжканың бойынша. И диагностика. Ал егер де қараңыз, оған дейін үзіліп қалса, мынаны алып кетіп 240 мың деп тұрсыздар, гарантия қойып. Әлі негізінде автокөлік, двигатель, коробкасы, крупный узелге 3 жыл немесе 100 мың гарантия бар. И әлі 3 мыңнан кейін, қалай 3 жыл? 3 жылдан кейін уже гарантиядан 100 мың жүргеннен кейін келсе, ауыстырып бересіздер ме сондай ременді қалай? Қараңыз, гарантия 3 жыл немесе 100 мың. Соның ішінде не ерте келеді? Осы гарантийный сроктың ішінде гарантийный случайлар шықса, ол уже сервис сізге бәрін түсіндіріп береді, жүндей ма, не істейді, ол уже солар істейді. Но бәрі гарантияда 3 жыл немесе 100 мың. Ал ананың ремень үзілген кезде бұл моторға зақым келеді ғой негізі. Бірақ 200 мың, 240 мыңға жақындаған кезде ауыстыруға болады, иә? Келіп сервиске келіп ауыстыруға болады? Иә, каждый 3 жыл сіз келесіз ғой. 3 жыл диагностика. Сонда ауыстырып болады. Сол кезде көреді. Қалай? Если заменасы керек болса, қараңыз, ал сондай ременді сіздерден ала ма, сондай манағыдай материал сіз айтқандағыдай? Иә, бізде постоянно запчасть доступта болады ғой.
бар ғой Завод бізде ғой, Сарыарка автопром, Қостанай қаласында. Бұлар не емес пе? Өзбекстанский емес пе? Өзбекстаннан комплект келеді бізге, полный жинайды. автокөлік. А Қазақстанда Сарыарка автопром, Қостанай қаласында полный жинайды. Покраска бәрі сол жақта жасайды. И мынау ГРМ ішінде несі жақсы, неге солай істеді? Во-первых, ол жабық тұрады, оған мусор өтпейді. Майдың ішінде жүрсе, оған смазка керек емес, жеңіл болады. И ремкомплект тиімді. Мына жақта Донус деген системасы 2 валмен жүреді, сол үшін аттың күші мына жерде Кобальттан, например, қарағанда көп, 132 аттың күші. Мына жақта 3 цилиндр, төбеде тұрған катушкалар бразильский жүреді. Көбісі Кобальтпен бірге Бразилияда болған автокөлік. Сол үшін мотордың запасной частары в основном зарубежный. Гард деген турбинасы, ол немецкий автопромға қойылатын турбинасы. Көбісі немецкий автопромға қойылатын турбинасы. Тоже бәрі гарантияда. Сол үшін мына жерде 2 есе мощность көп и расход жағынан 2 есе тиімді болады. 6,5, 5,5 потреблениесі жүреді. 100-ге, да? 6,5. Ол күшті түсіндірдің, Сұлтанбек. Неге десеңіз, мына 12 жайында көптеген сөздер бар, соның жауабына сіз жауабын бердіңіз деп ойлаймын. Ал құрметті көрермендер, мінекей 12-тің ремень жайында бізге жақсылап түсіндіріп берді. Мінекей, осылай оның ременінің қатысты жауабы. Мынау мінекей енді аты аңызға айналған Кобальт көлігі. Ол даже қазір тіпті бар ғой, мен айтар едім. Ол қазір бізде негізі Камри жақсы көреді ғой қазақтар, Тойотаны. Сол Тойотаның орнын басып бара жатқан көліктердің бірі десек те болады қазір. Қол жетімді, шыдамды, қайда мінсе де бәріне жүре беретін көліктердің бірі. Бұны да қазір осы салонның менеджері Сұлтанбек ініміз таныстырып өтсін. Ал Сұлтанбек. Chevrolet Cobalt 1,5 атмосферный 4 цилиндр двигатель жүреді. Чугун, цеппен өте надежный. 6 ступенчатый автомат. Уже уақытпен тексерілген автокөлік. 2011-ден бастап Қазақстан жолына шығып жатыр. Бүкіл халықпен, таксопаркпен, компаниялармен тексерілген автокөлік. Знаменитый двигательмен. Мұның орындықтары әртүрлі бола ма? Мынау мата түрі болады сосын. 2 комплектация жүреді, Optimum Elegant деген. Мына жерде полная комплектациясы, велюровый салон, полный электропакет, хромированный ручкалар жүреді. Есіктің ашатын ішінен 15-ші титановый дисктер жүреді. 7,190,000 теңге бағасы. Енді қараңыз, осы Кобальт түсті деп халық шулап жатыр. Кобальт түсті. Қалай түсті? Мына жақта 7,190,000 теңге 25-ші жылы Кобальттың бағасы, полный комплектациясы. Бұрын баға одан қымбат жүрді. 8,5, 8. Осы комплектацияда қазір 7,190,000 деп тұрған, 8,5 шамасында болды, иә? Қазір спецпредложениенің бойынша 7,190,000 теңге. Мына 6,5 миллиондікі? Ол 24-ші жылы, ол Алматыда болған, бір определенный уақытта тез біткен. И қазір Қазақстан бойынша определенный отдаленный региондарда ол бар. Қай жақта именно біз айта алмаймыз, бізде ақпарат жоқ, но пока сол жақтарда бар болса, ол ценниктарда, ақпаратта, рекламада шығады. Яғни бұлар тез-тез өтіп кетті, мына баға болған кезде 6 миллион. Как гаражке өтіп жатыр, десек те болады, Кобальттың негізінде де. Сосын сұрайын дегенім не еді? Кобальттың сатылуы қалай, қанша кетеді күнде? Ол конфиденциальный ақпарат деп айтпаймын. Оны айтпайсыз, көп күшті ақпарат болатын еді, күнде 5 өтіп өтсе. Көп өтеді ғой, негізі? Көп, 5-ден де көп өтеді, яғни. Достар, көрдіңіздер ме? Қазір Кобальттың мінекей сондай бір өтіп жатқан кезеңі. Мынау көлікті мен де қазір бірінші рет көріп тұрмын, Лабо деп айтылады екен. Ол яғни Дамастың үлкейтілген түрі болу керек меніңше. Осындай жүк көлігі болып арналып салған. Мынаны тент түрде болады. Тент өзіңіз сала аласыз ары қарай. Холодильник түрлерде бола ма? Өзі мына жерде тент жасап, ішінде уже өзіңіз ары қарай не істейтінді. Жоғандай продукт таситындай холодильник түрлерде бола ма негізі? Бар да? Негізінде заводской комплектация осы келеді, ары қарай адамдар өздері өз желанием бойынша тент жасап, рессормен жүреді, ішкі жағдайы? Ішкі жағы Дамаспен бірдей. Ана жақта біз түсірдік бірдей.
Бұның бағасы 5 миллион 590. мәссаған арзан ақ қой, 5 миллион 590 дейді. Қолжетімді бағалар. Қолжетімді бағалар. Ана китайский көліктер бар, олар 6 миллион 7 миллион мысалға. А мына дамыс кәдімгі Қазақстанда бұрыннан жүрген, тексерілген, көп адамдар енді мініп көрген десек те болады, қыр-сыры белгілі. Сондықтан да 5 миллион 990, 5 миллион 590. 5 миллион 590 даже. Міне, келіңіздер, көріңіздер. Бұл жердің мекенжайы қалай? Майлина 240-ға. Алматы қаласы, Майлин 240. Сіздің нөміріңізді бересіз бе? Иә, номер Айтыңыз, айта саламын. айтыңыз. 8 747 340 37 11 Сұлтанбек деген. Осы Сұлтанбек деген менеджерге хабарлассаңыздар, келіңіздер, сіздерге бәрін жақсылап түсіндіріп беретін болады. Сразу автоцон екінші қабатта бізде автоцон нотариус страховка жүреді, ешқайда бару қажеті жоқ, оформление бір күнде бітіруге болады. Вот, мінекей, керемет ақпарат. Рахмет.